Сәлем достар, біз сіздермен бірге осындай керемет орама жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 стакан жылы сүт, 1 стакан жылы су, және де 1 чайный ложка сахар қажет болады, 1 чайный ложка тұз, 1 чайный ложка дрожжи қажет болады бізге. Барлығын араластырып болғаннан кейін осылай пищевой пленкамен бетін 10-20 минутқа қалдырамыз. Дрожжымыз әдемі болып көтерілгеннен кейін кішігірім ақ май құйып, ұнымызды салып, жақсылап араластырып, әдемі жұмсақ қамыр илейміз. Мен өзімізге жасағаннан кейін өзіме ыңғайлы болу үшін осылай қолмен иледім. Егер де сіздер көпшілікке жасайтын болсаңыздар, перчатка киіп жасағаныңыз дұрыс. Қамырымызды илеп болғаннан кейін шамамен 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз әдемі болып көтерілді. Қамыр қолыма жабыспас үшін мен осылай қолымды алдын ала майлап аламын. Осылай көз мөлшермен кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Жаюымызға ыңғайлы болуы үшін осылай дөңгелек пішімге келтіріп аламыз. Маған осылай қолмен жайған ыңғайлырақ, қаласаңыз оқтаумен жайсаңыз да болады. Үйде бар сосисканы қолдандым. Бізде осы утренний сосискасы бар екен. Бұдан да керемет сосискалар бар, соларды қолдансаңыз болады. Видеода көрсетілген осылай өру пішімінде жасасаңыз өте керемет әдемі көрінеді. Табамыздың астын жақсылап майлап, осылай біртіндеп қойып шығамыз. Бір жұмыртқаның сарысымен сүтті жақсылап араластырып, бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Сол кезде орамамыз әдемі жылтыр қызыл болып піседі. Мен бетіне күнжіт септім. Кейбір кісілер күнжітті ұнатпайды. Өз қалауыңызша сепсеңіз де сеппесеңіз де өзіңіз білесіз. Мінекей орамамыз дайын болды. Қандай әдемі, қараңызшы. Әдемі қызарып піскен. Қамыры да жұмсақ. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Видео ұнаған болса, лайк, комментарияны ұмытпаңыздар.